Арма алталаш барма текті қазағым. Жалпақ қазақ тілімен жаңалық жүргізсем, естімеген елді көп, екі жайсыз хабар. Оның бірі жақында, елордамыз Астанада, белгілі көшеде, қаланың қақ ортасында шетелден келген, яғни қытайлық саяхатшы кіші дәретін төгіп кетеді. Оны камераға түсіріп алып, әлеуметтік желіге тарағандықтан арнайы камера арқылы ұсталып, 5 жыл елге келмейтіндей жаза қолданды деді. Қоғам болып шулаған бұл ақпаратқа халық қалаулылары өз үлесін қосып жатты. Әсіресе ақын айтыскер Ринат Зайтов орнынан өре түрегеліп, Қытайға барсаңыздар білесіздер. Оларда әлеуметтік орындарда, қоғамдық демалыс жерлерінде қақырыну, түкіріну сәнге айналып кеткен деп. Егер сізде барсаңыз білесіз, демалатын, тамақтанатын, түрлі көңіл ашатын орындарда темекінің түтіні бірге. Ал Қазақстанда темекі шегетін орын бөлек, демалыс бөлек. Біреудің мазасын, біреудің денсаулық ақаусыздығын бұзбау алдыңғы шарт етіледі. Төріңе келіп дәретін төгіп тұрса, ол әрине қылмыс. Оның жазасын алады. Ал келесі келетіндер үлкен сабақ алады. Ойланады, заң бар. Заңға әрбір қазақстандық, әрбір шетелдік бойсынуы керек. Дәл осы орайда қазақстандықтар және қандастар мына мәселені ескеріңіздерші. Біреудің телефонына сіздер баса көктеп бірден кескін немесе телефонмен жалғамаңыздар шырылдатып. Алдымен сөйлесуге бола ма, уақытыңыз бар ма деп бір ауыз жазыңыз. Бірден телефонды, әсіресе әлеуметтік желіде, WhatsApp-та, WeChat-та ала салып шырылдату ең үлкен мәдениетсіздік. Ол машинада ролда кетіп бара жатқан болуы мүмкін. Не болмаса бала әлдилеп, ұйықтап, тамақтанып, түрлі жағдайлармен отырған болуы мүмкін. Ал сіз телефонды ала саласыз да бірден шырылға басасыз. Қаршақты да ыңғайсыздыққа, өзіңізді де ыңғайсыздыққа қалдырасыз. Осыған ерекше мән беріңіздер. Мәдениетті қоғамда мәдениетті сақтайық. Ал екінші жайсыз хабарымыз алматылық 27 жастағы Кристина есімді әйел бұдан бұрын да 2 рет суррогат ана болып ақша тапқан, елге бала босанып берген. Осы жолда қытайлық бір жұп отбасыға солардың биологиялық баласын өмірге әкеліп беруге келіскен. Әр ай сайын 200 мың теңгеден ақша алып отырған. Жүктілігі асқынып, уақытынан бұрын, яғни 7 айлық кезінде ұл баланы өмірге әкелген. Алайда қытайлық ата-ана одан бас тартқан. Баланың денсаулығы дұрыс болса да, не себеп екені белгісіз байланысқа шықпаған. Ал солардың ең бір ойынын 27 жастағы қазақстандық әйелге көшіріп берген клиника жауап беруден бас тартқан. Ал суррогат ана мен елдің баласын бақпаймын деді. Өзінің өсіріп отырған өз баласы бар екен. Ал оны сәбилер үйі асырап алды. Өзгенің баласын өз құрсағында 7 ай көтерген ана қытайлық ата-аналардан 7,5 миллион теңге талап етуде. Бұның соңы қалай шешіледі? Біздің арнаға тіркеліп пікір жазып кетіңіз. Нақты дерек көздерге сүйеніп, осындай ақпараттарды жалғасты жариялайтын боламыз. Ендеше ел аман, жұрт тыныш, бай намысты болуға хақылы әр қара көздің көрер қызығы көп болғай. Құрметпен текті қазақ арнасы керек-дерек, мен Қанатбек Ермек. Келесі келелі хабарда қайта жүздескенше сіздерден құнды пікір, ұсыныс күтеміз.